Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Суретте көргендеріңіздей Қытай сайтынан дәл осындай тірі гүлге заказ бердім. Алдағы уақытта бұл гүлдің енді қалай болып келетінін бірге көреміз. Міне сайтқа кіргенде осындай арнайы гүл сататын магазин. Ішінде неше түрлі гүлдері бар, әртүрлі бағаларымен. Мен мұнда ала жапырақ гүлден 2 штугын таңдадым. 38-де 33 юан, теңгемен 2471 теңге болды. Мұнда гүлді әбден қарап, тексеріп, барлық жерін қарап алдым. Одан соң сатушымен сөйлестім. Мұнда гүлді жақсылап орап салуын, жақсысын, түбі жуан, қалынын, биіктігі қанша сантиметр болатынын барлығын анықтап сұрап алдым. Гүлді жақсылап орап салуын сұрадым. Одан соң заказдан соң продавец гүлді салып жіберді. Қытайдағы складыма жетті. Мен оны өз каргома трикотты енгіздім, бірақ әлі де қабылданған жоқ. Алдағы уақытта гүлдің қалай болып келетінін көреміз. Комментарийда қарасақ, гүлді осылай жақсылап тұрып орап салып жібереді екен. Менде мұнда горшогымен салатын болды гүлді. Құмырасыз, горшоксыз салынбайды деп айтты. Енді алдағы уақытта гүлдің қалай болып келетінін сіздермен бірге көреміз. Мен арнама тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Гүл келгенде міндетті түрде видео түсіріп саламын. Сол кезде сіздер бірінші көресіздер. Қытайдан осылай гүл алу тиімді ма, тиімсіз ба? Өз ойларыңызды комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Мен сіздермен гүл келгенде бөлісемін.